Жанагы нур, жаңағы иман келтіргендер ары қарай өтіп кетіп, ана дуал тарс етіп жабылған кезде, жаңағы мұнафықтардың нұрлары өшіп атқан кезде, көрген кезде, Алла айтады, сол күні Аллах тағала пайғамбарды және пайғамбармен болған иман келтіргендерді қорламайды дейді. Қараңыздар. Белгілер береді оларға. Жаңағыларға істеген нәрсені істемейді дейді. Мұнафықтарға нұрын алып қойғандай. Бірақ сонда да аналардың нұры кетіп қалған кезде, бұлар қорқады екен мүминдер. Қараңыздар. Әлі аман емес екендігін сезеді. Әлі аман емеспіз. Сонда айтады дейді, яқулуна, ананы көрген кезде, Роббана, атмим лана нурана, вағфир лана, иннака аля күллі шайын қадир. Раббымыз, нұрымыз таусылып қалмасыншы біздің. Нұрымызды кемеліне келтірші. Және бізді кешірші. Сөзсіз сенің әр нәрсеге құдіретің жетеді екен. Біз алданып қалмайықшы деген нәрсе отыр. Сол себептен Абу Бакр радиаллаху анху айтады, Алланың амал шарасы деген нәрсе бар дейді. Сен Раббым мейірімді, рақымды, мейірімді деп жүргенде, Алланың бір амал шаралары болады дейді. Сол Алланың амал шарасынан дейді, мен өзімді ешқашан аман сезе алмаймын. Тіпті жәннаттың алдына келгенде, бір аяғым ішінде, бір аяғым сыртында тұрғанда да, екі аяғым қоса келмейінше дейді. Міне қалай сенген олар. Соқтан сахабалар айтады, «Ва иякум ва тасуфу бит тауба». Өте сақ болыңдар тәубаны кейінге қалдырғанға дейді. Сақ бол дейді. Тәубаны кейінге қалдырудан сақ бол. «Ва иякум вал гиррату би хилмиллахи анка». Сондай-ақ алданып қалудан сақ бол. Раббым мейірімді ғой, Раббым кешірімді ғой деп дейді. Алданып қалудан сақ бол дейді. Осы екі нәрсе ең негізгі нәрсе екен мүминді сақтап қалатын негізі. Немесе адамды тақуалыққа жеткізетін нәрсе. Осы нәрсені біз уайымдап, осыны Алла тағала бізге нәсіп етсе, бізден бақытты адам болмайды. Біріншісі, тәубаны ешқашан кешіктірмеу. Екіншісі, Аллахым кешіреді ғой, ештеңе етпейді ғой деген сөзден сақтану. Ешқашан ол сөзге сіздің жүрегіңіз жол бермесін. Бір беріп қалса, сондай тыныштық сізді берейді, бірақ белгісіз Алланың қандай амал шара жасайтындығында. Аллах тағала бізге айтады, «Я айюхаллазина аману, тубу илаллахи таубатан насуха». Ей иман келтіргендер, кешіктірілмейтіндей таза тәубаны жасаңдар Раббыларыңа дейді. Егер сол тәубамен Раббыларыңа қайтып келсеңдер, аса раббукум юкаффир анкум сайятикум. Онда үміт етілуде дейді, нақты бүкіл күнәңді жоқ жіберем дейді. Қарашы сыйлығы қандай. Раббым деп оралсаң дейді, Раббым деп оралсаң, түгіл күнәңді жоқ қылам дейді. Сосын, ва юдхилакум жаннатин тажри мин тахтихал анхару. Сендерді астарынан өзендер ағып атқан жәннаттарға кіргізе салуым үміт етілуде дейді. Раббыңыз бізді осы нәрсеге шақырып жатыр. Бір кішкентай қателік жасаймыз ба? Мысалы, кішкентай қателікте өкінуді үйрену керекпіз біз. Сол кезде жүрек бұзылмайды.